Кеңесбек ағадан менен жасыңыз үлкенсіздің. Мен сұрап едім ғой. Солай ма? Сіз 80-нің 82-ге кеттік қой. ал 82-ге кеттім. Біз 82-ге. 37 жылғысыз ба ұқсаған? Біз 70-теміз сол Кеңесбек аға біздің облыстық қоғамдық кеңеске мынау майдың аяғы үйінің басында мынандай бір өзінің ұсыныс, мұны арыз деп айтпайық енді. Жаңағы елдің, жердің, халықтың қамы ғой, ойлайтын әрбір жаңағы азаматтың. Осы жер жақсы болса, мен де жақсы бола, менің балаларым да жақсы бола дейтін ел. Сондағы жаңағы өзінің бір жаңағы ойлары бар екен. Соны мұндай жаңағы біз газетке бір хабарландыру бергенбіз халыққа жалпы. Оққан шығарсыңдар. Осы жердегі жаңағы ұсыныстарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз болса жаңағы жіберіңіздер деген. Соны көріп, содан кейін жаңағы мынандай қағазбен шыққан ғой бізге. Бүгісі ғана емес, жан жақтан көп түсіп жатады. Соларды шетінен жаңағы енді қарастыра келіп, өткендегі мемлекеттік жаңағы іс-шаралар өтті, соған қатысты мына жігіттердің бәрі. Енді бүгін реті келіп, соны келіп өздеріңізбен көзбе-көз бір ауыз ақылдасайық, әңгімелесейік. Өйткені ортақ шаруа. Қалада тұр, далада тұр, ауылда тұр, бірақ Қазақстан біреу ақ. Дұрыс сөйлейсіз. Сол жөнінде бір ауыз өздеріңізбен көзбе-көз сөйлесек деген. Енді өзіңіз не айтасыз? Мен не айтамын, сол жердегі не қандай, ол халықтың игілігі үшін. Жоқ, әрине, дұрыс қой. Ешнәрсе жоқ. Мына жиналыстарды Біреуді кінәлайтын, басқа қылатын әңгіме жоқ. Жиналыстарды Жапонда өткізеді дейді. Мені ма? Иә. Жапон емес. Жапониялық жиналыс өткізудің бір тәсілі бар да, соны жаңағы зерттеп зерделеттік. Мен айтқан ғой. Кең айтады ғой. Қазақпын ғой, жапонда. Жоқ, тәсілі мен. Алдағана кісілік жасауға бола ма? Жапонда. Мен енді оқуым керек. Қандай кемшіліктер бар екен? Дұрыс, оқыңыз. Жоқ, мынаны оқысын жаңағы Жоқ, енді мынаны әр пунктіне мен жауап беруім керек. жоқ, әрбіреуіне. Оқып таныс. Берейін деп отырмын ғой сол. Кеңестің кезінде көшелерге арықпен су келіп, арықпен суғарылушы ма еді? Бұрында кеңестің кезінде арықпен су келіп, арықпен суғарылушы ма еді ауылдың есіктің алды? Мен жаңа келе жатып қарадым, арықтың бәрін жауып тастаған ғой, бәрі үй салып тастаған, забор салып тастаған, бетондан тас қылып. Жоқ, енді ол бар ғой кейбір жерінде. Бір жерімде көрдім. Ол жабылу себебі былтыр ма, алдыңғы жылдарда жол салына бастады ғой. Сол кездерде шағал бір сұраққа жауап берсем. Не бойынша? Ол жаңа жиналыста әкімдердің ыңғайына қарай. Қазір алгоритмді білесіздер. Облыс әкімінің алгоритмге қарай аудан әкімі ауыл жерге кварталына бір рет айына аудан әкімі айына 2 рет әр ауылға шығады. Енді ол аудан әкімі бұрынғыда президент сайлап басқа қылмай жалғыз отырады. Және мен отырамын, жүргізеді. Менің де тәртібім сондай, мен халықпен айына 2 рет кездесуім керек. Сот жасауым керек көшеге, болмаса жаңағыдай жинап сөйлесуім керек. Сондықтан burada Japonlarca деген білмеймін, бұл мен ешқандай сыйлық емес. Сондықтан
Orada bir президиум сайлап 10 адам отырғызатын жиналыс Ол емес. қалып бара жатыр ғой қазір. Иә. Сондықтан халықпен кездесу, оны кейін баяғыда мінбеге отырып алып төбеде отыратындай емес, халықтың жанында ортасында суреттер бар. Әкімнің Фейсбугына да шығып жатыр. Мен өзім де өткізген жиналысым өзім Фейсбукта парақшам бар, соған салам. Орда бір мен түсінген жоқпын, мына жапондарша деген білмеймін. Жапондар қалай өткізетінін білмейді деген деді. Бұл мен бір 5-6 басылманым өзім. Газеттер. Соның ішінде кейінгі кезде шықты. Егеменді, Ақ жолда ма? Бұрын бізде білмейтінбіз бұны. Соны бір осы біздің ауданның бір жерінде, ауылда ма осындай жиналысты айтыпты. Әркім өзінің тілегін немесе басқасын мен жазғандай етіп айтқысы келеді. Оның орнына сен қоя тұра тұр, сұрағың болса сұрақ бар. Ол сұрақпен қанағаттанбайды солай. Ол өзінің жалпы отырған ортасындағы немесе әлеуметтік жағдайындағы кейбір мәселелерді айтқысы келеді. Оны шығармайды. Мына енді біздің жаңағы су жақыннан шығады деген жер астында үлкен көл бар дейді. Бұны Совет Үкіметі зерттеген ғой. Соны 9 ауылға тартқан. Бірақ қазіргі алып отқан Жетібай түсінген өзіміздің ауыл. Кейін анау источнигімізден, бірақ біз қажет етпейміз оларға. Аналар кейін анау жаңағы Суқанбай, Жақаш бәріне кірді ғой. Олар бірақ автономды жаңағы скважина ұрды да. Содан. Ал негізі проект бойынша басында осыдан қуу керек еді. Олар алып тастады. Сондықтан есе дұрыс болмаған ғой. Иә, анау Қайдан тоғыз алыс. Конечно. Оказывается, былай екен ғой, оның проект солай дұрыс. Мысалы, бір определен 5 километрден ма насос болу керек екен тағы. Дополнительный жаңағы нардан қабылдады, ары қарай қуады. Оны ары қарай қуу керек. Қосымша промежуточный. Ондай жоқ та, сол нардан қуат жеткізе алмады. Енді Жақаш ауылы қайда? Біз 20 километр. Сонымен ояқтың бәрі тоқтады, бірақ труба жатыр жер астында. Пластмасс труба. Сондықтан ауызсуда бұл мәселе дұрыс көтеріп отыр. Бұл мәселе мынау шілденің уақытысында. Міне қазір Құда қаласа мынау шілде өтеді. Үнен кейін былай ғой, енді өткенде әкім жиналысы әкімді айтты. Суға төлейме, огородына да салсын. Негізі салуға правасы жоқ, бірақ салсын. Бірақ қазір шілдені күні ғой. Бірлі жағын насос істемей қалса, огородқа салады. Біреу есіктің алдына алады, бірақ шөтшік тұр. Шөтшікпен төлейді ғой. Шөтшікпен төлейді. Сондықтан судың жетіспей жатқаны сол. Бірақ жаңағы мен осы жиналыстан кейін сразу хат жаздым. Қазір несі бар, балалар қарап. Байзақсу жауапты болған енді. Иә, негізі жауапты мекеме Байзақсу мекемесі. Енді ол ақшасын алып отыр. Көшелерде ауызсу құбырда жабылмаған, олардың арнасы проектісімен ауытқыған. Бұл су құбыры бізге 2013 жылы тартылды. 10-шы жылы? 10 жыл ма? 9 жыл, 10 жыл болды. Ол кездегі проект бойынша қазіргі Ақбұлақ бағдарламасы ғой. Біз Ақбұлаққа кірген жоқпыз. Ақбұлақ бойынша әр ауылға жаңа 2 үйге бір шұңқыр тастайды да, содан 2 үйге насос қойып, соған шөтшік қойып. Біз оған ілген жоқ. Біз әр көшеге жаңа бұрынғыдай колонка сондай проект жасалған. Біз ең алғаш аудан бойынша ең алғаш кірген мекеме біз. Су бірінші. Мынау мына. Мен бұл жиналыстан 3 күні хат жаздым. Байзақудың әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы Байзақсу коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын директоры Есеновке Мәдінар ауыл тұрғындарының сұранысы бойынша ауыз судың жазғы мезгілде жетіспеушілігін болдырмау мақсатында қосымша су беруін сұранамын деп. Официальный хат. Ол кетті. Одан кейін маған звондады. Ол сөйтіп айтты, мен балаларға тапсырма бердім. Тағы да бір машина суды көтеретін. Бұл үшінші июль күні жазылып отыр. Как раз әр осындай сұрақ болған кезде жазып отырамыз да, соған қарай. Сондықтан ол кісі уәдесін берді, сондықтан қазір суға мүмкіншілік тұрамын. Ал енді мынаның мәселесіне келсек, бұл кісіге мен талай рет айттым бұны. Естіп те жүр, біледі де. Сол 13 жылы жаңағы ең алғаш біздің ауылға су кіретін біздің ауылына ол кезде Күлекей әкім. Сөйткенде бір қаладан бір мекеме жеңіп алып, субподрядчик келген бізге.
Unutmasam 101 milyon. Жаңа ауылдың іші, жаңа көк бер жағындағысы мен сондай. Сөйтті ол бізге қарамайды ғой, ол өздері жүргізеді. Жаңа мекеме. Оның кейін заказчик біз емеспіз. Оны құрылысшы бөлімі. Қабылдайтын да сол, одан ғой құрылыс бөлімі. Ол кезде мен жаңадан келіп жатқам жұмысқа. Сонда жаңағы жігіт осы істі болды. Жаңа сөйтті, 7 жылға сотталды. Подрядчик па? Жаңағы подрядчик. Оның осымен бірге біздің ауданда құрылыс бөлімінің бастығы да 2 жылға срок алып, о да кетті. О тура осы біздің ауылдың құрылысы. Сол кезде действительно жаңағыдай алып көшіп болғанда құдық бәрі орнатылды, су жүйесі тартылды. Бірақ жаңағыдай шұңқырларды жабу, жаңағы нелердің бетінде қалып кетуі, плиталардың сондай нәрсе орын алды. Онан кейін былай ғой, тура сол кезде өзі мына жігіт менен жаңа жұмысқа жаңадан келген сотталып жатыр, уже істі болып қамалды, тірлік бітпеді мынарда. Жаңа генеральный подрядчик еді, осы ауылдың бір 10 шақты жігіт жұмыс істеді. Аяғында олардың айлығы да жоқ. Сол кезде ана жердегі бүкіл затын, даже машинасына шейін мен енді өзім білемін, бір москвичтер бар, сонымен мына колхоздың гаражына қамап, сөйтіп ана үлкен генеральный подрядчик бір өзбек еді, Бахром. Біздің жақта Талас ауданында да бір жерде істеді. Сол Бахром келді да бүкіл ана елдің ақшасын төледі, табыз тынышталдық. Сөйттік ана қалған заттарын өздері алып кетті. Сөйтті аяғын жаңа Бахромның өзі енді оғанда тиетін болды ма, әйтеуір бір бәле бітірді. Сөйттік та тура қыстың күні суды алдық. Бұл кісінің айтып отқаны сол. Бұл да жаңағы құдықта бәрі баланс жаңағы байзақ суда. Бірақ былтыр да осындай әңгіме көтерілген кезде мен байзақ суға жаздым, қатты осындай хат тауып бер десеңіздер, былтырғы жылмен шығар. Өйткені хат жаздым сіздер мына осындайға байланысты мынаны қолға алып жаңағыдай енді жөнге келтіріңіздер. Былай қарасаң байзақ су банкроттықтың алдында тұр. Біздің ауылдың өзінде қазір бір кассирі бар, қара ауыл мен оператор 3 адам жұмыс істейді, соның айлығы бар. Мына елден жинаған ақшамыз біздің солардың айлығымен светімізге жетпейді. Біз бір ауылдың өзін есептегенде басқа ауыл. Енді облыс әкімі білетін шығарсыздар, қазір мынандай осындай мекеменің бәрін облыстан Жамбыл су деген мекеме құрып жатыр. Естісіздер ма? Өйткені мына Тараз водоканалыңыз да, мына Байзақ су, Талас су, соның бәрін соған біріктіріп салып тұрайын деп жатыр. Тарас су жақсы ғой енді. Сол база Тарас су болатын шығар. Бірақ мына мекеменің бар, бұл енді қазір мына коммунальный мекеме ауданның әкімшілікке қарайды ғой. Ал енді соның бәрін балансты жаңа кімге берейін деп жатыр. Тарас суға беріп. Тарас суға береді да, сонда мыналардың бәрін өздері реттеп отырады. Анау реттейді, анау прибыльнен де мыналар убытышын. Мына облыс әкімі қазір сондай бастама көтеріп, Құда қаласа осы менің естуімде осы 2-3 айдың ішінде уже уставы бәрі бекітіліп, сонымен өтеді. Сол кезде мына мәселені тағы көтеруімізге болады. Өйткені мен қазір былтыр хат жаздым, хатқа жауап келді. Қаржымыздың жетіспеуіне байланысты біз қазір жаңа жұмысымызды істей алмаймыз. Ал енді ана жігіт сотталып кетті. Одан бері 9 жыл өтті. Бұл кісінің айтқандай проблема бар. Анау 1,5 жаңағылар бетіне шығып жатқан жерлер бар, бірақ люктары жоқ, бетіне шығып жатқан. Анау жаңағы көшенің бойында қарап Мынаны жай жалыр. Ол тағы болса 1,5 түскені ол. Ана түспегені тұр 2 жыл. Оны енді менің қаржым жоқ қой. Мен барып оның анам бәрін реконструкция жасауым керек. Оған менде қаржы қаралмаған, сондықтан мен істей алмаймын. Өйткені баланс біреуде. Мемлекеттің ақшасы мен оған барып жұмсай алмаймын. Сондықтан бұл жаңағы егерден Жамбыл су ма облыстан мекеме құрылып, соған өтетін болса, мүмкін сол мекемеге прямо хат жазамыз да жауабын аламыз. Сол кезде шешілуі мүмкін десеңіз. Сондықтан бұл шешілмейтін мәселе емес. Бір үлкен бір проблема емес. Қантықша өсіруде көптеген өтірік ақпарлардың өкіметті алдауда. Бұл да Хисен Ғасембаев былтыр биыл қант қылшасын еккен жоқпыз. Онан кейін білесіздер, субсидия деген тоқтаған. Қазір қылша шықпаса субсидия бермейді. Егер финансовый органдар тексерсін шаруашылықтарды. Ол менде қатысым жоқ. Былтыр 30 гектар қылша екті. Қылша шықпай қалды. Жаңағы судың
несі аудан әкімі айтты, қарамадыңдар, ол да бар шығар шаруашылықтың басшысының. Сондықтан бұл биыл вообще 1 гектар қылып шегілген жоқ. Өйткені облыс әкімі қазір білесіздер сақ-заводта проблема. Былтырғы қант айтқандай Байзақ аудандық колхоз басшылығы 1 метр куб ауыз суға 2010 жылдың соңғы айында 70 теңге шамасында болса, 2010 оның тарифін 84 теңге көтеріп жіберді. Неге десе аудан әкімі бұдан саяси астар іздесеңдер демеңдер деп, бірақ қайырды. Осындай жағдайлар. Енді тарифті мен көтермеймін білесіздер. Тарифті бұлар антимонопольный не бар ғой? Ұйым соған хат жазады, дәлелдейді өздерін. Сөйтті де бұл көтерді. Егерден қазір светтің де перерасчет жасап жатыр ғой. Қатесі болса, сояқ тексерсін. Мен бұған жаңағы ауыз судың тарифіне ешқандай қатысым жоқ. Байзақ су жауапты ғой. Міне. Енді былай, жаңағы судан бастадық па? Ауыз судан. Ауыз су жағдай жаңағыдай. Мен оны кісі өткізіп